Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Бұл оқиға 170 мың ақш долларын тауып алған алматылық жалғызбасты әкенің әңгімесі. Сондықтан да бастан аяқ тыңдауға кеңес беремін. Талайдан бері ойланып жүрген сұрағым бар. Бұл сұраққа түрткі болған бір оқиға бар. Қайсы бір жылы Еларнадан Алматы облысының Жамбыл ауданына іс-сапармен барып қалдық. Оператор мен режиссерді танымаймын, жас жігіттер екен. Түсіру жұмыстары қараңғы түсімен аяқталды. Жалғасын ертең бастауымыз керек еді. Операторымыз таңғы 6-да қайтып келетін болды. Шұғыл Алматыға қайтты. Жібергім келмеген. Үйде 5, 4, 3 жасар балаларым ғана қалды. Шешем кешкі жұмысқа түсті. Балалар қорқады ғой деді әлгі жігіт қиылып. Тәптіштеп, анасы қайда деп сұрап жатуға ұялдым. Жіберуге тура келді. Ертеңіне жұмысты толық аяқтап, оператор жігіттің көлігімен қалаға бірге қайттық. Жолда кеше қоя алмаған ыңғайсыз сұрағымның жауабын білдім. Сөйтсем, келіншегі ресейлік қазақтың отбасынан екен. 3 балалы болғасын Ресейден қайын жұрты көшіп келіпті. Омбыдағы 3 бөлмелі үйін күйеу баласына сыйлаған екен. Келіншегі сол пәтерді сатып келемін деп Омбыға тартып тұрыпты да содан құрып кетіпті. Құрғанда жоқ болып кеткен. 4-5 айдан кейін мен өзім сүйетін жігітке күйеуге тидім. Сен де өз бақытыңды тап деп бір хабарласыпты. Бітті. Амал жоқ, анасы екеуі ептеп-септеп 3 жетімекті бағып отыр екен. Қатты жаным ашыды. Ақ көңіл лақылдап тұрған қазақтың апталдай азаматы бір шөп желкенің мазағына айналып қала берді. Содан әңгіме қыза келе, бұл жігіт тағы бір қызық оқиғаны баяндады. Таңертең жұмысқа асығып келе жатса, жолда бір әйел мен еркек қол көтеріпті. Райымбек пен Наурызбай көшелерінің қиылысына дейін деп мініпті. Әйел артына, еркек алдына отырды. Машинаға мінгеннен екеуі ұрсумен болды. Байқауымша ерлі зайыптылар емес, сөздеріне көп мән бермедім. Уәделі жерге жеткенде екеуі де түсті. Әрі қарай жоғары өрліп кеткенмін. Төле би көшесінен өткенімде телефон шырылдайды. Менікі емес. Байқасам, артқы орындыққа бір пакет қалдырып кетіпті. Жолдың шетіне тоқтадым да, ішін ашып қалсам, көп ақша екен. Телефон дамылсыз шырылдауда. Дереу отыра қалып ақшаны санадым. Тура 170 мың доллар және 2 миллион теңге. Арам ой жылт ете қалды. Дәл сол сәтте анам да звондай қалды. Асығып аптығып анама болған оқиғаны айтып жатырмын. Жұмыстан сұранып, ақшаны сізге апарып берейін деп қоям. Анам дереу мені саптайды. Көтер анау телефонды. Сөйтте дереу иесіне қайтар ақшаны. Көп ақша бізге бақыт әкелмейді деді анам бірден. Дауысы қамығып шықты. Қап деп ойлап қоям. Ақшаны алып, қаланың ортасынан үй сатып алсам ғой, балаларыма жақсы болып қалар еді деген тәтті қиялмен әлгі телефонды құлықсыз әрең көтердім. Арғы жағынан боқтап бұралап жатыр. Телефонды неге алмайсың, а? Дереу бізді тастаған жерге қайтып кел, дейді еркек кісі. Қайтып бардым. Екеуі жан таласа пакетті ашып, көлігімнің ішіне отырып алып, ақшасын санады. Түгел екеніне көз жеткізгесін, жылы-жылы сөйлеп, телефон нөмірімді жазып алды да қоштасты. Түк бермеді ме саған? Деймін ғой мен де қызып кетіп. Жоқ, түк бермеді. Бірақ асықпаңыз, әңгімемнің жалғасы бар дейді күліп. Содан кешке жақын телефоныма бір кісі қоңырау шалды. Балам, кешкі сағат 7-де Науай көшесінің жоғары жағында бір мейрамханаға келші, сені күтеміз деді байсалды дауыс. Жұмыс біткесін айтылған мейрамханаға келдім. Күтіп алушы жігіт мені VIP залға ертіп барды. Сөйтсем, есіктен төрдей жерге ұзын етіп дастархан жайып қойыпты. Ішінде мен танымайтын адам көп. Шағын той болып жатқан сияқты. Бір ақсақал кісі маған күлімсірей келіп қолымды алды. Төрге жайғастырып отырысты бастап кеттік. Түсінгенім, жиналғанның бәрі әлгі ақсақалдың балалары, немерелері мен келіндер екен.
Сол отырыста әлгі кісі менің жағдайымды әбден сұрастырды. Міне балам, мыналар менің ұл қыздарым, барлығы жетеу. Енді сен де маған бір ұл болдың. Анау ақшаны тастап кетіп жүргенде менің ұлым мен қызым деді. Бір отбасында жалғыз өскен едім. Аяқ астынан көп бауыр таптым. Бұрын соңды көрмеген қошеметке бөлендім. Қайтарымда ақсақал қояр да қоймастан қалтама $500 салып жіберді. Қазір де бір нәрсе болып қалды десем, ақсақалдың жаны қалмайды. Осылай жетімсіреп жүріп көп бауыр таптым деп аяқтады әңгімесін. Мен ойланып кеттім. Ал оның орнында мен болсам қайтер едім? Ақшасын қайтарар ма едім, қайтармас па едім? Ал қымбатты көрермен, сіз оның орнында болсаңыз не істер едіңіз? Пікіріңізді жазып кетіңіз.